Foresight Unlimited кинокомпаниясы ұсынады. Марк Деймон мен Майкл Мейлер шығарған. Мэтью Чепманның фильмі. Басты рөлдерде Чарли Ханнам, Лив Тайлер, Патрик Уилсон және Теренс Ховард. Құштарлықтың құны. Композиторы Натан Бар. Қоюшы операторы Бобби Буковский. Сценарийін жазған әрі режиссері Мэтью Чапман. Білесіз бе, мен тіпті бұған дайын екенін де білмеймін. Бірақ мен жақтағы әлгі екеудің мені көндіріп жүргендеріне 1 жыл болды. Мен олармен 15 жылданспын, яғни Дон мен Джейн Коннериді там. Олар жақсы адамдар, бірақ олар бала сүйе алмайды. Міне, ол Лым Холлиске ұқсағанын қалайым дейді. Құрып кеткір. Мистер Люсети. Кешірім өтінем, мен қобал жолымын. Ыңғайсызданып отырмын, мені түсінетін шығарсыз. Түсінемісіз? Холлис. Ядок. Ол әйелдің сізден баласы болмайды. Не үшін? Сізде туғаннан мүкіс бар. Сонда мен көтерте алмайым ба? Солай ма? Қалған нәрсенің бәрі жұмыс істеп тұр, бірақ бұрыннан сондай болған ба? Иә, меніңше солай сияқты. Секіргіш пайда болды. Там лекер билдингтің төбесінде тұр. Бүгін өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Патриш шақыр, сен ауыстырсын, жүр. Жарайды, қане көрейік.
Сәлем, менің атым Холлис. Сен көпсің ба? Бірақ сен мені Холлис деп атай берсең болады. Не Холли де. Достарым мені Холли дейді. Холлис, бұл сенің мамандығың ба? Полицей ретінде көптеген істермен айналсам. Кейде міне осындай шаруаларда болады. Қалай бәрі сәтті ме? Солай десем де болады. Ал сенің есімің кім? Гавин. Әйелің бар ма, Гавин? Жоқ. Онда неге бұл жерге шығып алдың? Бұл қалжың ба? Бұл қалжыңға шағым. Сенің әйелің бар сияқты ғой. Тыңдаш. Сенімен сағаттап сөйлесіп тұра алам. Бір нәрсені айналшақтап жүре берем. Сенің басың айналып жерге құлайсың. Бірақ меніңше сен басқаларға қарағанда ақылдырақ сияқтысың. Сондықтан әңгімені қысқартып бірден не болғанын айтқан мақұлырақ еді. Жоқ, айналшақтап жүргенді дұрыс көрем. Жарайды. Жақсы. Айта бер, үйленгеніңе көп болды ма? 15 жыл. Жыныстық қатынас әрге дейін көңілдерінен шығып жүрме? Ол жайлы міндетті түрде айтуым керек пе? Жоқ, мен секіріп кете салам. Мұндай биіктікте сен ешқандай көрпемен сені құтқара алмаймыз. Мұны жақсы білесің ғой. Көңілдерінен шығып жүрменді? Жас кездегіден де жақсы. Әдетте керісінше емес пе, яғни дәл солай. Өмірде түрлі жағдайлар болып тұрады. Менің жұмысым да соған баулайды. Әйелің саған адал ма? Сен демекші. Сен Құдайға сенесің бе? Ал сенші? Мен католикпін. Демек сенбейсің ғой. Кездесіп жүрген қызың бар ма? Жоқ. Түсінем. Сен анандайлардансың ғой. Жоқ. Бірақ қыстыге мен бірге тұрам. Вирус жұқтырғаны анықталғанда оны жұмыстан қуып жіберіпті. Мен оны үйіме кіргізіп жаңа жұмыс табуына көмектестім. Сен! Мұның не? Гавин! Тоқта, өтінем, Гавин! Гавин! Сондағы неліктен соншалықты қиын. Сен олай істеуге міндеттемесің, жоқ. Шын айтам, сен ешкімге міндеттемесің. Жоқ, міндетті болғанда қандай. Сенің мен үшін бір нәрсе жасағаныңды қалаймын. Жасамаймын. Бітірмеген істерің болса, төмен түсіп өзіңнің тындырғаның абзал. Түсіндің бе? Тындыра алмаймын. Сен мұнда өз еркіңмен шықпағансың ғой. Жоқ. Мұнда түске дейін тұрып секіруім керек. Әйтпесе басқа адам қаза табады. Қалай сонда? Қайырлы таң. Қалың қалай? Тамаша.
Қайырлы таң, сэр. Сәлем. Сіздің мұнда жұмыс істейтініңізді білмеппін. Аса көп күш жұмсамаймын. Сонда да қызық сәйкестік екен. Гевин, меңгерушінің көмекшісімін. Отырыңыз. Сіз әлгі жігітпен бірге тұрасыз ба? Иә, біз енді келдік. Қалай, ұнай ма? Маған ұнайды. Күйеуіме ұнамаған сияқты. Дипломыңыз қандай? Есепшінікі. Жастайымнан сабақ алып, музыкант болуды армандап едім. Бірақ ақша табу керек. Музыкамен ақша таппайсың ба сонда? Мен жұмыс іздеп жүрмін. Бірақ күні бойы істей алмаймын. Жауапкершілікті адамын, еріншек емеспін. Оқуым, ақша табуым керек, қолымнан бәрі келеді. Неде ойнайсыз? Рояльда ойнағам. Бізде ол жоқ, сондықтан қазір гитара үйреніп жүрмін. Тамаша. Жарайды, іске кірсе беруіңізге болады. Шын ба? Маған еш айырмашылық жоқ қой. Бұл менің қонақ үйім емес. Рахмет. 213-тен бір сұлу шыға келді. Иә, Шайна. Оның күйеуі бар. Дұрыс, Шайна, оны қайдан білесің? Вискиге ерте емес пе, достым? Сен ғой. Иә. Онымен дәлізде бірнеше рет сөйлескенмін. Олар енді ғана көшіп келген. Қысқасы. Жігітпен қоштасып жатқанын көрдім. Күйеуімен. Иә. Сосын бір автобуспен қайттық. Қонақ үйге кірдік. Ол жұмыс істеп жүр. Сен бұл жай сәйкестік деп ойладың. Иә. Әйтпесе айтпас едім ғой. Мұнда басқа қандай нұсқалар бар? Бұл жағдайдың да жасырын мәні бар екенін ұмытпа. Мәнде. Бұл оқиғаның қандай мәні бар дейсің? Бәлкім тағдырдың белгісі болар. Оның күйеуі бар. Тағдырдың қатысы қанша? Неге жақсылыққа сенбейсің? Ал менің айтқандарымның қайсысы жаман? Біз қазір төбелесіп қалуымыз мүмкін. Өзіңнің қалың қалай? Ғажап. Қош. Сәлем. Мәссаған. Әйелім, сіз жаңа бастығы болғаныңызды айтып еді. Иә, бірақ солай сияқты. Джо Харрис. Сәлеметсіз, Гевин. Бұл Крис. Иә, сәлеметсіз. Сәлем. Шайна, қалайсың? Жақсы. Кіресіздер ме? Сыра, сэндвич бар. Жоқ, рахмет. Біз керісінше сіздерді кешкі асқа шақыруға келіп едік. Керемет, жұмадан басқа кез келген күні келе аламыз. Сәрсенбі қалай? Жақсы, келістік. Сіздер жаққа қалай барам? Сағат 7-де. Иә, қуана келеміз. Жақсы. Сау бол. Сау бол. Ресепшн. Лэндон. Көңіл күйің қалай? Лэндон. Тамаша, сэр. Орталық кеңседегілер одан арылғысы келіп жүр. Жас қызметкерлер алайық дейді. Мен оларға ол кетсе, мен де кетем деп айттым. Броньдау, Селена, қонақ үй индустриясындағы ең қатыгез қызметкер. Бәлкім, қонақ үйдегі бос нөмірлерінің бар себебі де сонда болар, солай ма, Селена? Сәлем, Акетай. Мен олай атамаш. Күзет бастығы. Иә, осы жерде ұйықтап жатқанын біліп үрейсіз жүреміз. Рум-сервисте бос вакансия әзірге жоқ. Сен уақытша Хаус-Пинкте жұмыс істей тұр. Сосын басқа жерге ауыстырамын. Бөлек қабат берем, егер шағымдар болса, бәріне сен кінәлі екеніңді ұғып қоям. Консуэлла. Бұл Шайна. Сәлем. Оған не істеу керектігін түсіндір. Жақсы. Ей, мұның не? Көрсерміз. Сәлем. Сәлем, көршілер. Кіріңдер. Рахмет. Қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалай? Гевин. Сәлем, Крис. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық. Бұл жақсы жер екен. Рахмет. Мәссаған рахмет. О не дегеніңіз түк етпейді. Бұл өте қажет зат. Өтінем, отырыңыздар. Шарап құяйын ба? Иә, рахмет. Шайна? Шайна? Мен көмектесейін. Бізді шақырғаныңызға рахмет. Рахмет. Бұл сенікі ме? Иә, тек ішегі үзіліп кетті. Сабағың қалай? Жақсы. Саған да әсте жаз деп айтты ма? Иә. Сенің сүйікті затың не? Ойыншық, қоншық.
неткен жағымды естіледі. Харпер мүлде басқа жолдан тапты. Бәрі сен ойлағаннан да қиын. Бұл жақсы эссе. Онда күмәнім жоқ. Алаңдама. Менің сыншым болуыңа қарсы емеспін. Бұл қолыңнан келеді ғой. Сонымен кімге қояйын? Біз ішпейміз. Бірақ сендер іше беріңдер. Крис? Жоқ, рахмет. Мен су ішем. Шайна, бір стақан су. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Мұнай айдайтын зауытта. Мен инженер-технологпын. Сіз ше? Телеарнада жұмыс істеймін. Мен редактормын. Қазір қатерлі жағдайлардың салдары жайлы бағдарлама әзірлеудемін. Түсінікті. Қалай, бірге ойын көреміз бе? Жоқ, рахмет. Көрмейсің бе, бейсбол ұнамай ма? Маған бәрібір. Крис? Иә, бірнеше соққыны көруге болады. Сендер көптен бері танысыңдар ма? Шамамен бір жылдай. Солайды. Жуырда бір жылға толады десеңші. Оның рас. Сіздер үшін дұға етуге рұқсат етесіздер ме? Иә. Құдайым, керемет кешкі ас пен жаңа таныстықтар үшін рахмет. Өтінем, саған ұнамайтын дүниелермен олардың күресуіне күш бере көрші. Әркімнің де қателесетін кезі болады ғой. Амин. Амин. Джо, біздің ісіміздің қайсысы саған ұнамайды? Айш. Маған емес, Кевин. Құдайға солай көрінеді. Құдай найзағайды басқаруды жақсы игерген деп ойлаймын. Өйткені бірімізді болмас жерден жаншуы мүмкін. Жарайды. Кешкі асқа рахмет. Оның сенім бөлек. Біздікі де солай. Саған көмектесе алатын бағдарлама бар мен. Джо, қойшы. Джо, мен жақсы білгеніңде қатты біреу болмас едің. Бәрі дұрыс. Ойымдама. Рахмет. Мені шығарып салайын. Ойың өзгеріп жатса айтарсың. Кешіріңіз. Жоқ, сұмдық екен өздер. Оларға шыдау мүмкін емес. Астар да мәз емес. Мені не көбірек алаңдататын білесің бе? Сен де солардың соңынан еріп барасың. Біздің орталықта мұндай тақырыпта әңгіме болған емес. Крис, сен Торон оқы. Ол жерде тіке айтылған. Егер жігіт-жігітпен бірге жатар болса, істеген істер үшін қатаң түрде жауап береді. Түсінемісің? О, Құдайым, мен үшін дұға еткендерін айтам ол. Әйелі жақсы сияқты. Кетіп бара жатқанында кешірімде сұрады. Кешірім сұрады ма? Киелі сат, әкемнің сыйлығы. Менің сүйікті дүнием, ол кішкентай қонжық ойыншық. Әкем оны 9 жасқа толған кезімде сыйлаған. Оныңға толғанда ол кетіп қалды. Содан бері оны көрген емеспін. Оны ештеңеге кінәлағым келмейді. Және мені жақсы көргенін әрдайым жадымда тұтам. Сол кезде ол маған мұны жылап тұрып айтқан. Бәлкім жуырда кетерін білген болар. Бұл қоштасу сыйлығы болған. Бұл мен үшін өте қымбат қонжық. Өйткені сол арқылы кешіруді үйрендім.
Оқып тұрмыз. Күнне қанша керек өттіреді дейсің? Екеу ме? Қанша қажет болса сонша. Жатын бөлмедегі керуеттер деймін. Күлуге де болады. Я неге күлмейсің? Нұсқаулық рұқсат береді. Басшылық қалжыңдаған кезде күлген артық етпейді. Шындайсам кеше кешкі ас үшін алғыс айтуға келдім. Иә. Бұлай болған үшін кешір. Не үшін кешірім сұрайсың? Қыз-текелер жайлы әңгіме үшін. Ұялып тұрмын дегім ақ келеді, бірақ олай емес. Сондықтан айтпаймын. Сенің әссеңді оқыдым. Жаман емес. Сол жайлы түскі ас кезінде сөйлесің келе ме? Сенің шеніңді жоғарылатам. Парақорлық деген осы екен ғой. Бұл да қолыңнан келе ме? Жарайды, ұмыт. Кеттім. Қуана барар едім. Мұндағы бір қызметші Джо екеуміз баратын шіркеуге барады. Шейн, мен сен түсекке емес, түскі асқа шақырып жатырмын. Біз қонақ үйден шығып кетеміз. Қорқатын түкте жоқ. Әкем жүргізуші болған. Оның қызыл жүк көлігі бар еді. Үнемі бір жаққа кетіп қайтып оралушы еді. Апам екеуміз оны күтіп отыратынбыз. Кіргеннен бәріне тиісіп бастаушы еді. Үйде кімнің бастығы екенін көрсеткісі келеді. Ол сені ұрды ма? Иә. Екеумізді де. Өзін игере алмаған болуы керек. Мүмкін ол сендерге зияны тиіп кетпесін деп кеткен шығар. Солай ойлағым ақ келеді. Сыра ішеміз бе? Түскі уақытта сыра беріп жатырсыз ба? Сен мүлдем ішпейсің бе? Солай деуге де болады. Бүгін ішетін шығарсың. Не үшін? Білмедім. Уақыт көңілді өтсін деп. Солай деп ойлайсың ба? Ашатын зат бар ма? Бұра алмай ма? Түк етпейді. Мәссаған. Ойға түйіп алайын. Бұл қыздан сақ болу керек. О, құдайым. Кристің каббалаға қызығатыны рас па? Иә. Олар онда не істейді? Түсінсем бермасын. Болмаштылықпен айналысады. Мемендікпен күресуді үйренетін болуы керек. Түкке тұрғысыз шаруалар қысқасы. Өзің өте кекті адам екенсің. Мен бе? Енді қайтуым керек. Мысалыға, гомофобияны алып қарайықшы. Мен елді басқарар болсам, мұндай некеге тыйым салар едім. Неге? Не үшін? Нағыз ер жігіттердің нәтижесі көп. Қыз-текелер болса жай баланы асырап ала салады. Жерде адам көп, сондықтан мұндай некеге ешкім қарсы шықпас еді. Менің қайтуым керек. Жұмысқа барайын. Сырамды тауысып қоясың ба? Әрине. Түскі асқа рахмет. Құдайым ай, Гевин, сенмен не болып жатыр? Мен не болып жатқан айтайын. Джоның үстел басындағы әңгімесінен соң, оның әйелін азат еткім келді.
Түсінемісің? Освободите его жену. Миыма құтқару операциясы еніп кетті. Вроде операции по спасению. Жоқ, шын айтам. Мұндай елдің ондай жексұрмен бірге болғаны Этим упырем. дұрыс емес. Кешір. Келдің бе, әке? Бірдеңені ұмытып кеттім. Бәрі дұрыс па? Иә. Автобусқа отырыңдар, әйтпесе кешігесіңдер. Сәлем. Сенде бәрі дұрыс па? Жоқ. Үйге кір. Холис, не болды? Айт. Не болғанын айт. Айтсаңшы. Ол кімнің балалары? Сенен сұрап тұрмын. Олар кімдікі? Жауап бер, сенен сұрап тұрмын. Мен қалайша осынша жылдар бойы оларға өз баламдай қарағам. Мен бала тудыра алмай. Олар кімдікі? Кімнің балалары? Айтмаған. Бәрі сен ойлағандай емес. Менің сонда не ойлауым керек? Қай жерде жүрсе де зұлымдықтан қорықпаймын. Кешір. Бәрі дұрыс па? Сен мен ойлап алаңдама. Жарайт, ары қарай не болды? Кешіріңіз. Қайырлы таң. Гевин. Кешегім үшін кешір. Мен сенің қыстеге деп ойлап қалдым. Білесің бе? Менің сенім жоқ. Мен сол үшін ұнатпауыңа болады. Гевин, мені қыстегелердің атпайды екен деп ойлама. Күнәһар емес, оның күнәсін жек көру керек. Дәл солай. Егер досың есін жимаса, ол тозаққа түседі. Менің оған кедергі келтіргім келеді, Гевин, өйткені тозақ бар. Мен кешігіп жатырмын. Сондықтан он қайдан шығарғаныңды кейін айтарсың. Шын айтам. Тозаққа барып көрдің бе? Әлде біреуді кезіктірдің бе? Естігенім бар. Тозақ пен қыстегелер және философия. Құтқару. Болды, кеттім. Автобус. Неге өзіңе шектеу қоя бересің? Сен тым болмаса бір сәт Құдай жоқ деп ойлайласың ба? Жоқ. Қазір өзіне кім шектеу қойып тұр? Менің ойымды өзгерте аласың ба? Жарайды. Философия сәрсенбі күні кешке. Жақсы, сағат 7-де. Келістік. Жігітпен тұрған қалай екен? Тамаша. Ал сен жігітпен қалай тұрып жүрсің? Сен үйленіп бе едің? Иә. Бірақ меніңше, біздің мәселелеріміздің себептері әртүрлі. Мендегі мәселенің себебі не? Басқа адамның қамқорлығына ризашылық білдіру махаббат деген сөз емес қой. Міне керек болса, неткен дөрек едің? Кешір. Бақытты отбасылар бола ма? Шынайы бақытты отбасы.
некемнің алғашқы жылдарында бақытты болдым деп айта алам. Ал кейінше? Ол мен тастап кетті. Бұл жағдайдың орын алғанына көп болды ма? 2 года 2 назад. жыл бұрын. О, құдайым, қиналып жүргеніңе көп болған екен. Шейна, білесің бе? Сен дұрыс айтып тұрсың. Өте ұсақ. Егер сен қайырымдылығы үшін менімен төсекке жатсаң, мен бірден Со мной сексом. өзіме келіп На алам. поправку. Еріндерің өте тартымды. Сексуальные губы. Күйеуі бар әйелдің тартымды еріндері. Иә, оны ұмытып кетіп. Ну что, Менің тәсілімді түсіндің бе? услышав Енді оған такое от танысқан нового жігіттен знакомого мұндай мужчины, сөздер это будет естісең, не скоро. Если оны после этого ұмыту не останется қиын. хоть малейший интерес, Содан соң оның қызығушылығы қалған болса, күйеуімен тамақ ішіп отқан кезде басында қандай да ой пайда болады. Ол ой жақын арада жағымсыз емес, жағымдыға айналады. сладкими. Неге олай етпеске? Почему бы и нет? Бұл жай қиял ғой. Фантазия. Ол бұдан өзімді жақсы сезінсем, неге аздап қиялға ерік беріп көрмеске деп ойлайды. Сосын қиялдап, Могу же қиялдан ләззат алсам да болады ғой дейді. Ол бұдан рахаттанады. на этом смысл Осымен бәрі фантазии. бітеді. Міне кешкі ас. Рахмет. Неткен жеңілдік. Бұл қайталанбайды. Көзге де жағымды екен. Проблема в том, Біздің арамызда байланыс орнады. Мәселе сонда. Бәрі оның есінде. Мен оны сүйдім. Онымен бірге болдым. Тіпті сезімімді де білдірген болуым мүмкін. Сәлем. Сәлем. Бір батыл сөз арқылы соған қол жеткізесің. Енді тағы бірдеңе қосу керек. Мен сенің алдыңда айттым. Кешегі айтқан сөзім дөрекілік болды. Өтінем, грубо и нагло. мен кешір. Для прощения. Бәрі дұрыс. Жоқ, дұрыс емес. Қызметкерлермен өзімді ешқашан бұлай ұстамағанмын. Бұл енді қайталанбайды. Повторится. Мен сені кешірем. Тағы да шабуыл жасалды. Бұл ол үшін ауыр тақырып. Тема. Қалай сонда? Онымен өмірде төсектес болып үлгермедім. Ал ол болса менен бас тартты. Я Білем. знаю. Мені жек көрмей тұра тұр. Презирать. Ең жаман әлі алды. Впереди. Саған. Әлем бос секілді боп, көрінген кездер болып беді. Иә, өміріңде құдай болмағандықтан, солай болды деп ойламайсың ба? Жоқ, Нет. мұндай ой ешқашан келмеді ме? Жо, білесің бе? Кішкентай кезімде Құдайға Я шынымен по-честному верю в сенетімін. Бога. Бірақ Все дети взрослеют. балалардың бәрі есейеді емес пе? Мен ержеттім. Енді өзіме сұрақ қоям. Санта-Клаус, еш дәлел жоқ. Тіс перизаты? Дәлел Нет жоқ. доказательств. Құдай, Бог. онымен де Даже сол. не. Бірдеңе деу қиын. Содан соң, Ты и думаешь, қиялдан жасалған достар маған керек пе өзі деп ойлайсың? Құдаймен ойнағың келе ме? Сенгеннен сенбеген оңай ғой. ну, Саған оңай әрине. да, конечно, легче. Жоқ, Кевин, сену қиын. Құдай саған сынақтар жібереді. Кейде ол үшін өліп кетуіңді сұрайды. Бұл ойын ба? Сенің барлар үшін бе? Да, в Бар этом мәселе де проблема. сонда. Я бы не смог Мен направить ұшақты самолет ғимаратқа в жолдай алмаймын. Ал 11 қыркүйек күні о дүниеге сенетін жандар ғимаратты ұшақпен жарып жіберді. Оларды о дүниеде 72 пәк қыз күтіп тұрады. Бірақ пәк қыздар кімге керек дейсің? Түсінсем бермасын. Құдай сені қалайша мұншалықты ренжітті екен. Оның қандай әлем жаратқанын қарашы. Әдемі дүниелер өте көп. Соғыс, аурулар, геноцида, жер сілкінісі мен цунами. Соңында осыншама ауыртпалықтан соң Құдай не істейді? Көбісін тозаққа жібереді. Қайта дүниеге келмейтіндерді қана. Да. Иә, қайтадан ескі әліңе бастың ба? Иса пайғамбарды өзіңнің құтқарушың ретінде қабылдауың қажет. Сол шартта қабылда. Допустим, значит, Жарайды, демек, еврейлер, үндістер, мұсылмандар, атеисттер, буддашылар бәрін қарғысатқан ба сонда? Олар да Иса пайғамбарды қабылдаулар тиіс. Католиктер деме? Олар қайта туылуды құптамайды. Иә, ну, мұның согласись, ессіздік екенін мойындашы.
Жоқ, сіздік емес. Құдай бізге таңдау еркін береді. Онсыз қуыршақ боп қалар едік қой. Ал өмірдің еш мәні болмас еді. Мәңгі өмірдің құдіреті де сонда. Біздің кез келгеніміз тозақ пен жұмаққа түсе аламыз. Кез келген адам өзін өзі құтқара алады. Бұл сенің таңдауың. Ал ес-түсін білмейтін автобус астында қалған адам ше? Оның таңдау құқығы қайда? Айшы маған. Сол үшін Құдай атымен адамдарды құтқарумен айналысу қажет. Көргенім үшін кешір. Сені қайсарлығың мені таңғалдырып отыр. Сендер бәрің Құдайды жақсы танитындарыңа және оған қалай бағыну керектігін білетіндеріңе сенімдісіңдер. Бірақ оның бар екендігі жайлы ешбір дәлел жоқ. Діни соғыстардың бәрі содан шығады. Жауласқан кезде дәлелің болмаса, бәрінің көзін құрту арқылы ғана жеңіске жетесің. Мен жеке өзім әрбір жерден дәлел көрем. Олар да Құдайдың дауысын еститіндердің бірі ертеліге жаппай жоюға арналған қаруға қол жеткізеді. Тым кеш болған кезде ғана. Неге осынша уақыт бойы бұл жайлы ойланбадық екен деген ойға келесің. Мені түсініп тұрсың ба? Олар бәрін жаппай жойып жіберуге дайын тұрады. Иә. Білесің бе, мен мұның бәріне мүлде басқаша көзқараспен қараймын. Сен бұған қалай қарайсың сонда? Бұл мен үшін жай сөздер емес. Мен ауруханаларға барып, ауру балалардың жағдайын біліп қайтам. Мен кеше өлім аузында жатқан баланы көрдім. Оның ата-анасы көлік апатынан көз жұмған екен. Және өзінің де жағдайы ауыр. Сөйтіп ол менен жұмақ бар ма деп сұрады. Мен, иә, бар дедім. Сенің ата-анаң сонда деп айттым. Бір жарым сағаттан соң ол қайтыс болды. Жымиып жатып көз жұмды. Менің орнымда сен болсаң не айтар едің? Кешір, достым. Дәлел жоқ деп айтар ма едің? Жоқ. Мен де дәл сен сияқты өтірік айтар едім. Оған не нәрсені ешқашан айтпайтынымды білгің келе ме? Мына нәрсе. Кешір, достым, сен тозаққа барасың, өйткені сен баптист емессің. О, Құдайым, мына жанның күпірлігін кешіре көр. Ол қатты азаптанған болуы керек, және оған қазір сенің махаббатың мен қолдауың қажет. Тоқта, Джо, кешір, бірақ сен мен жайлы ештеңе білмейсің. Сондықтан маған сенің көмегің де ештеңең де керек емес. Түсіндің бе? Әйелімнің көзінше артық етпе. Гэвин, сенің кеткенің дұрыс. Қуана кетем. Адамдарға тиіскенді қойшы. Менімен сөйлесуші болма. Жоғал. Сайтан. Крис, мұна не тақ? Ғибадатханадан алған қасиетті су. Оған қанша ақша төледің? Саған айтпайым. Айналамды кіреңге салаңдар қоршаған. Сәлем, мен Фрэнкпін. Кристің ғибадатханадағы досымын. Сәлем. Ескі орнымызда кездесе аламыз ба? Иә. 18 жасымда шөпшеге бастадым. Кейін ине салу кетті. Сосын ақша жетіспей, қыз саудалайтын адам таптым. Бірде ол мені шіркеуде айналысқанды ұнататын жігітке жіберді. Бірақ айналысып болған соң адамға қол жұмсағанды жақсы көретіндігін айтпады. Есімді таңертең жидым. Тіпті орнымнан тұра алмадым. Ақша да қалдырмапты. Бірдеңе алып кетем деп Альдарға бардым. Жексенбі күні болған соң мені ұстап алды. Сол күні Джомен таныстым. Ол мені емханаға алып барып, жанымда қалды. Джо болмағанда қазір аман жүрмес едім. Ол менің бойымнан жақсылық көрген алғашқы адам. Джо маған қамқор.
Шина, сен өзіңді өзің алып жүре аласың. Сен мықты әрі ақылды әйелсің. Иә. Өтінем, күйеуімнен аулақ жүрші. Өтінем. Я сделаю Мен всё. сен қалаған нәрсені істеймін. Сенің сөздерің оған қатты әсер етті. Да ладно. Қойшы. Ол інжілдік болуымыз керек дегенді шығарды. Басқа шіркеуге барамыз. Ол Угандадағы миссионерлік жұмысты жүргізеді. Что Тағы ещё? не? Алкоголь мен темекі шегуге тыйым салады. Әйелдердің ашық киінуіне және заманауи әндерді тыңдауға болмайды. О, Құдайым, гитараның. Да он Әлгі тебе гитараның ішегін бірде жөндейді, бірде ойнауға тыйым салады. Өмір жеңіл деп кім айтты саған? Бәрін жоғалтып, кейін бөлшектеп қайтадан жинайсың. Солай ғой. Негізі, Шайна, Джо екеумізге бұл қаншалықты қиын соғатын білмейсің. Прости. кешір мен. Саған мәселе тудырғым келмеген. Өзімді нақұрысташ жастадым. Күлкісіз болмай ма? Кажется, Мен я үлкен слышал қателік больше жіберген вашего. сияқты. Сен сондай сұлусың. Сен де сүйкімдісің. Сондықтан менен де алыс жүр. Маған сенсіз де қиын. Құрып кеткір. Солай деді ме? Аулақ жүр деді. Бірақ сен оны тыңдамадың. Послушал. Тыңдадым. Я Оған жолаған жоқпын. на 3 апта жақындамадым. Консуэла, саған не болды? Әкем қайтыс болды. Жаны жұмаққа түссінші. Кевин сол үшін дұға етші. О, Құдайым, Консуэланың әкесін жұмақтық етші. Если Ол нашар адам болса, Консуэла жақсы болмас еді ғой. мне очень жаль. Сабыр сақта, Консуэла. Қане, түрегел. У вас Сендерде серьезно? бәрі байсал сияқты ғой. Жақсы жігіт. Не нас много. Ортақ дүниелеріміз де көп. Равин, сендерді үйлендіре ме? Не надо. Тиіспеш. Извини. Кешір. Шынды айтсам, одан теориялық түрде сұрай саламыз. Біз тіркеліп қойдық. Иә, саған сәттілік тілеймін. Давно Көптен бері шегіп жүрсің бе? Мен шекпеймін. Жаныңа отырсам бола ма? не Әрине. вопрос. Тартуға бересің бе? Сенімсің бе? Ақыл үйретудің қажеті жоқ.
дүкенге жиналған едім. Жалғыз қалған қорқынышты екен. Дела не Бәрі ладятся, қиындап кетті ме? Иә, қиындау. Прости. Кешір. Мәселе неде екенін білесің бе? Тоңғойыққа кеткен күндерім кейде өзіме ұнаушы еді. Ләззатпен өмір сүрген ұнайтын. Бәрі оңай. Бірақ бәрі мені өлтіріп бара жатты. Ал Джо басқа жақсы дүниелерді үйретті. Не осыған не үйретті? Қалай тыныштық табуға болатынын үйретті. Ол маған әлемнің үлкендігіне көзімді жеткізді. Ол менің де қолымнан келеді. Жар, Пойдем. жатайықшы. Приляжем. Мен негізі оған келген жоқпын. Мұнда кел. Маған сен. Ну вот, Міне ол. Кім? Вселенная. Алам. Ты посмотри, Қараш, это ж с ума сойти. басың айналады. Ты знаешь, Сен аспандағы кейбір жұлдыздардың жарығы. 2,5 миллион жыл бойы келетінін білесің бе? Оның сәулесі шашылып бастағанда, мұнда динозаврлар өмір сүрген. ты хочешь Үлкен әлемді көргің келе ме? Ол лучше үшін вот бұдан именно артық мысал таппассың. Иә, әлем үлкен. Да. Иә. Және біз оның бір бөлшегіміз. Біздің жолымыз бол. Жолымыз болғыш деген себебім, мұның бәрі біледі. Тек жерде ғана тіршілік көзі бар. Біз неткен бақыт едік, солай емес пе? Сол үшін әлемге рахмет. Ал ары қарай адам өледі. Сонымен бәрі бітеді. Иә, жеңілдеп қалдым. Шын айтам. Өмір тек бір рет қана берілетін білген кезде, бір минутты жоғалтқым келмейді. Сен мені кешір, бірақ мен шіркеудегідей әсер алып жатқан жоқпын. Неге? Маған жоғарыдан сөйлесе алатын біреу керек. Өзім де солай ойлап едім. Саған рухани өміріне шынайы өмір қажет емес. Саған аспандағы әке керек. Ол қиялдан жасалған ба бәрібір. Есесіне қажет кезде ол әрдайым жанынан табылады. Мені жақсы көрсе екен деймін. Кешір. Құдайым, махаббатың мен мейірімің үшін мыңда бір шүкір. Біз қорқамыз. Егер бізді Угандаға шақырсаң, бойымызға батылдық бере көр. Және тағы Құдайым, адамдардың азғыруынан сақташы бізді. Әлем бізді сынап жүр. Амин. Амин. Саған дейін мен ешкімді сүймеген деймін. Енді әрі қарай сенсіз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Джо, Бірақ егер бірге Құдайға құлшылық етер болсақ, оған құлақ түре білуіміз қажет. менің оқуым ше. Мәселе тек сонда ма? Айтшы. Иә, Шейна, мен арсыз өмірді қаламаймын.
Алло? Бүгін 8-де ме? Иә, Қайда? қонақ үйде. Бөлме тауып саған қоңырау шалам. Сен бәрін ойластырып қойған сияқтысың. Енді қалай дебең? Және мен де. Через черный Артқы есік арқылы екінші қабат біздің нөмір. Қашан қайтып келесің? Мен бір қызды алмастырамын. Оның қашан келетінін білмеймін. Жарайды. Сәлем. Сәлем. Ішесің бе? Иә, қарсы емеспін. Мына гүлдердің бәрі маған ба? Банкет залынан әкетіп қалдым. зала. Той ма? Жоқ, еске алу кеш. Міне. Сенің жұмысың бар. Құдайың бар. Ниетің таза, адалым. Көмектес. Шейна екеумізге көмектес. Үйге оралғанымда ол жоқ болды. Кейін келді. Одан қайда болдың деп сұрасам, сен болғаны үйде деді. Сосын ше? Сосын таң бойы бөтен адамдай жүрді. Кейін жұмысына кетті. Оны таста. Шын айтамын. Өзіне бірдеңе істеп қояма деп қорқам. Мысалы, Білмеймін. Мен одан қорқам. Оны аяймын. Және сол үшін оның алдында ұяттымын. Бірақ оған қарамастан, маған ол жайлы ойлаудың өзі ауыр. Ол ғайып болатындай. Мен сені ғана ойлаймын. ал мен сені түні бойы ұйықтаған жоқ. Шын ба? Мүмкін бүгін тағы кездесерміз. Оған не айтасың? Ол кешке 7-ден 10-ға дейін шіркеуде болады. Кристи, екеуі де бос болмайды екен ғой. Кешір. Жауап бер. Мен күтем.
Саған не керек? Сәлем. Мен сенің отбасың болғанын қаладым. Бұл жайлы сөйлескісі келеді деп ойладың ба? Холлис, бұл жай келісім болған. Бары сол. Мен сені жоғалтып алам ба деп қорықтым. Мұнда бір адам өзін өлтіргелі жатыр. Холлис, жалынам. Мен сені жақсы көрем. Мен қазір ол жайды сөйлесе алмаймын. Мен сені сүйем. Сен әлемдегі барлық нәрседен де қатты жақсы көрем. Болды, мен кеттім. Что, уходишь? Не, кетесің бе? Жоқ. Бәрі жақсы. Иә, әрі қарай не болды? Жарайды, мен кеттім. Бар, Көріскенше. көріскенше. Бәрі ойын сияқты басталған. Бұлай боп кетеді деп ойлаған жоқпын. Махаббат. Боп тұрады. Неліктен ғашық боп қалатынымызды түсіндіре алмаймыз. Айтшы, сен әйеліңді не үшін жақсы көресің? Гевин, шынды айтар болсам, енді махаббат жоқта шығар. Тіпті бүгін үйге оралмайтын да шығармын. Неге? Ол көзіме шөп салған. Мен бүгін балаларымнан айырылғандай болдым. Менің 2 балам, ұлым мен қызым бар. Бүгін таңертең олардың әкесі басқа екенін білдім. Қалай сонда? Мен бедеумін. Мұны енді ғана білдім. Қашанда солай боп келген екен. Сенің бала сүйгім келіп еді. Қатты сүйгім келгенін білсең ғой. Ұзақ жылдар бойы тырысып келдік. Бәрі бекер. Соңында ауруханаға емделуге бардық. Нәтижені білуге баруға жалқауланушы едім. Бәріне әйелім барып жүрді. Ол бәрі жақсы деді. Ал 9 айдан кейін енді келіп маған сенен айырылып қалам ба деп қатты қорықтым дейді. Бұл жай келісім болып тұрмыз. Балалардың әкесі. Ол балалар маған ұқсайтындай етіп ұйымдастырған. Менің кіші бауырым бар. Сен мені кешір, Гевин, бірақ өтінем, күнімді бұдан да қиындатпаш. Одан да мұнда кел. Иә, бер келші. Маған сен. Менің де солай істегім-ақ келеді. Холлис. Кешір. Листің көршісін көрдім. Ол Джо бәрін істеуге бар дейді. Шейна сабаққа бұрмапты, ал Джо жұмысында жоқ. Ешкім телефонын көтермейді. Қоңырау шалай бар. Жақсы, ол қалай? Секіреме деген кеп тұр ма? Иә, секіретін сияқты.
кешір. Тыңдашы, ең бастысы, сенің балаларың бар. Бәрі сен ойлағандай болмаса да солай ғой. Одан да сенің оқығаныңды тыңдайықшы. Жарай ма? Жарайды. Жоға, шындықты айтамыз деп шештік. Бірақ алдымен Шейна пастормен сөйлесуді шешті. Ол күйеуі өзіне қол жұмсай ма деп қорықты. Өзімнің мақты көңілдес еместігімді білем. Білем, мен табанды жанмын. Иә, бұл қыздарды қызықтыра бермейді. Бірақ мен әрдайым мұндай болмағам. Жағдайдың нашар екенін білем. Маған бір түн берші. Пәтер жалдап, қонақ үйге барамыз. Күнделікті өмірден жыраққа кеткім келеді. Мен сені бақыт етуге тырысам. Солай болсыншы. Мен соған лайық емеспін бе? Одан адам секілді айырылысқым келеді. Бұл менің міндетім. Білем. Мен бұлай деуге қақымда жоқ, білем. Бірнеше күн шыдашы. Жарай ма? Жарай ма деймін. Жарайды. Мен кеттім. Түнгі ауысымға барайын. Таңертең ерте пасторге барам. Созылмаған кел. Бәрін айтып бересің. Мен сені сүйем. Сәлеметсіз бе? Сіздерде орын бар ма? Қай күнге? Мүмкін болса бүгінге. Кір. Сөйлесеміз бе? Өтінем. Бұл өте маңызды. Отыр. Гэвин екеуміздің айырмашылығымыз неде екенін білесің бе? Жоқ. Нет. Екі сәт бар. Біріншісі сен әлемді қате көресің. Бұл әлем сұмдық жер. Мен не айтып отқанымды білем. Көптеген сұмдық нәрселердің дәмін өзімде татып көрдім. Бұған сені қойын. Трудно поверить. Сен менің бұған дейінде отбасы құрғанымды білуші ме едің? Нет. Жоқ, не білген знаю. жоқпын Джо. Тамаша әйелім болған. Екі сөп сүйкімді балаларым болды. Жақсы үй. Бірақ мен үйде отқан жоқпын. Өйткені күнә жасауға құмартып тұратынмын. Мен ішуге кеттім. 5 сағат бойы секс-шоптың кабинкасында отырып, жезөкшелер жалдаушы едім. Не құмар ойын ойнадым. Өзім білетін ластердің бәрін жасадым. Кейін бәрінен айырылдым. Әйелімен тастап кетті. Менен жұқпалы ауру жұқтырды. Сосын жұмысымнан айырылдым. Балаларымды жоғалттым. Сол кезде мен өзімді жоғалттым. Айтшы, енді сонша нәрседен кейін мен кіммін? Маньякпын ба? Әлде нашақор? Ойыншымын ба? Мүмкін маскүнем шығармын.
Білмеймін, Джо. Сенің кім екеніңді білмеймін. Мұның бәрі мен жайлы емес, бірақ сезімге берілгім келді. Іштей өліп бар жатқан соң өмір сүргім келді. Рухани түрде. Иә, рухани түрде. Жоғала бастадым. Мен өлімнен бір қадамда тұрдым. Кейін өміріме Иса пайғамбар келді. Тоңғиыққа кетіп бара жатқан жерімнен тұрып, шіркеуге келдім. Сөйтіп қайта туылдым. Мен аман қалдым. Мүлдем басқа адамға айналдым. Бұл қуаныш. Өзімді сондай жеңіл сезіне бастадым. Сен мұны түсіне алмайсың. Шамамен 1 жылдан соң, маған онсыз да көп нәрсе нәсіп еткен Құдай маған шайнаны берді. Құдай оны шіркеуге алып келді. Және бір қарағаннан ақ оны сүйетінімді түсіндім. Біз үйлендік. Бірге болдық. Иә. Мен оны қатты жақсы көрдім. Сезім таптаса, үлкен және шек жоқ еді. Бәрі сол сәтке дейін жалғасты. Алдың күні. Сен онымен өз асханаңда махаббатпен айналыстың. Мен есіктің алдында тұрып бәрін тыңдадым. Есікті сындырып, ішке кіріп, екеуіңді де өлтіргім келді. Бірақ қашып кеттім. Сөйтіп, көптен бері жасамаған нәрсемді жасадым. Үйге келсем, ол ұйықтап жатыр екен. Оның қалай ұйықтап жатқанын қарап тұрдым. Ол күліп жатыр екен. Жақын жандарыңнан айырылған өте ауыр. Солай ғой. Иә, солай. Мен мұнда келіп, Інжілді аштым. Сөйтіп оны оқып шықтым. Құдайым менің. Мен ештеңеден тарлық көрмеймін. Өлім қараңғылығына кірсем, зұлымдықтан шошмайым. Өйткені сен әрдайым менің жанымда боласың. Сол арқылы бойыма сабыр алам. Тапаншаны алып, бұлай қойдым. Не? Мені қорыққаннан аман қалды деп ойлап отырсың ба? Білмеймін, Джо. Жоқ. Мен қорықпаймын, Кевин. Сен қорықпаушылық деген ұғымды білуші ме едің? Жоқ. Міне, екеуміздің арамыздағы екінші айырмашылық та сол. Мен сенім үшін өлуден қорықпаймын, себебі қайда баратынымды білем. Ал сен сенім үшін өлуге дайынсың ба? Дайын шығармын. Қажет болса дайын болам. Меніңше олай емес. Бірақ мен үшеуміздің арамызда ең соңғы болып өлем деп шештім. Жо. Сызылған жерін оқы. Егер біреу күйеуі бар әйелмен ойнас қылса, екеуі де өлім жазасына кесіледі. Бірақ Джо, жаңа өсиет қайда қалды? Иса пайғамбар, пәк жандар, оларға тас атыңдар демеп пе еді? Дұрыс, және ешкім тас атқан жоқ. Өйткені күнәдан пәк адам жоқ. Сосын Иса пайғамбар оған, мен сені кінәламаймын. Бар, бұдан бұлай күнә жасама деді. Е. Ал сен бұдан бұлай күнә жасамауға дайынсың ба? Ал шайынашы.
Мен тазамын, ақталғам. Егер уәде етсем, мен уәдемде тұрам. Құр көт. Кевин, өтінем, Құдай үшін, мұнда түс. Мен саған көмектесуге уәде берем. Оның маған не керегі бар? Бізде не бар, 5-ақ минут бар, өтінем. Кешір. Әйеліңмен төсектес болған жігіт жазасын тартады. Сен не істер едің? Кевин, төмен түс! Мен оны бақылап тұрар едім. Мен де. Мен қарама-қарсы жерден 9-шы қабаттан бірдеңе көргендей болдым. Бұл не істегенің? Кевин, өтінем, мұнда кел, мен саған көмектесем. Көмектесуге шамаң жетпейді. Сәлеметсіз бе, бұл Шейна. Хабарлама қалдырыңыз. Сайтан. Шейна. Саған сенің үшін өлуге бармын деп едім ғой. Ал сен жоқ дегенсің. Иә, сен келіскен жоқсың. Иә. Бұған төтеп бере алам деп ойлайсың ба? Иә, Джо, мұның бұған қатысы қанша? Саған жағдайды түсіндіріп көтейінші. Менің ойымда не барын білетін шығарсың. Бірақ сен мен келісімге келуге әзірмін. Бүгін екеуіңнің біреуің ғана өлесіңдер. Қазір Шейна менің алдымда отыр. Басын дәлдеп тұрмын. Тыңда, Джо, сен тоқта. Дамлакер билдингке бар. Артқы есік арқылы кір. Баспалдақпен шатырға шық. Ғимараттың үстінен қосалқы бөлмені көресің. Соның қиырына барып тұр. Сонда тұрып ойлан. Тал түсте секір немесе оны атып өлтірем. Бәлкім сол кезде Құдаймен кезігерсің. Сенің басыңа не болған? Мұның бәрін бірден айтқаныңда мен бірден істер едім ғой. Неге бірден айтпадың? Ол Шейнаны өлтірер еді. Оны өлтіре алатынын сен қайдан білесің? Сен тіпті өзіңнің қолыңнан не келетінін де білмейсің. Сен әкеңді құтқару үшін анаңды өлтіре алар ма едің? Немесе бір балаңды аман сақтап қалу үшін екіншісін өлтіресің? Мұның бәрін біле алмайсың. Түсінемісің? Оның қолынан не келетінін мен жақсы білем, Холлис. Мен оның көздерін көрдім. Сені қайрағаным емес. Алдыңда ортаңда отыр, бірақ ант етейін. Сенің орында болсам, ал сенің балаларың сені әкеміз деп ойлайды. Кевин, үйіңе солар үшін қайт. Кевин, керек емес. Сенің сенімің қайда кетті? Әйелің сені жақсы көреді, және мұның бәрін сен үшін жасады. Неге оған сенбейсің? Сен неге біреудің ісіне кірісіп жатырсың, а? Тыңда, достым, егер бұлай істейтін болсаң, бұл жүкті өмірімнің соңына дейін арқалап өтем. Өтінішімді орындасаң олай болмайды. Шейнаға айтшы, оған ештеңе айтпайым. Егер бірдеңе айтқың келсе, бері қарай келіп, бәрін оған өзің айт. Иә, өзің айт. Өзің сондай ақылдысың ғой. Бұл ақылға қонатын іспе, айтшы. Бұл не тақ, кетіңдер. Сәл ойлашы, неге оның өмірі сенікінен артық? Өтінем, Кевин. Түс. Төмен түс. Кевин, өтінем сенен. Кевин, өтінем, түс. Түсші. Холлис, сен жақсы адамсың. Кешір, бірақ солай істеуім керек. Өтінем, өзің осында тұрсаң. Әйелің мен балаларының өмірі сенің қолыңда болса, ойлануға уақытың болмас. Сені ештеңе тоқтата алмас ек. Түсінемісің? Кевин, өтінем, олай етпеш. Мен саған өтінішім бар. Кевин, тоқта. Шейнаға оны жақсы көретін айтқан жоқпын. Оған мұны айт. Айтпаймын. Жоқ, айтасың. Сөйтіп үйіңе орал. Жарай ма? Кевин, олай істеме, өтінем. Кевин. Болды, ұста. Кевин, тоқта!
Тапжылма, орныңнан қозғалма. Жылдам тапаншаны жерге таста. 26-шы, не болып жатыр? Сіздің тұратын жеріңіз бар ма? Өмірімде алғаш рет біраз уақыт оңаша болып көрем. Ең болмаса, бүгін қонатын жеріңіз бар ма? Бір жер табармын. Бұл сізге жаңалық деп айта алмаймын. Ол сізге мынаны айтуымды өтінбеді. Ол сізді жақсы көрді. Рахмет. Олар бүгін болған жағдай туралы білет. Әлгі жігіт жайлы. Жаңалықтардан көрсетті ме? Сұмдық болған екен. Ештеңе етпейді. Әрі қарай өмір сүруді жалғастыра береміз. Сонымен дұға етеміз бе? Жоқ, бүгін емес. Бүгін дұға етпейміз. Неге? Өйткені әкелерің солай деді. Түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы. Жақсы. Тамақ жейік. Ішейік. Балақай нан алып бер.
Бұл фильм Дик Чапман мен Бен Данканға арналады. Фильмді қазақ тіліне аударған НТК телеарнасы. 2017 жыл. Is there still love in this heart? Thank you for this dream, though everything feels real. Waking up, pale and shattered in her arms. Heavy rain bouncing through her bamboo blinds. Is there still love in this heart? Is there still love in this heart? If I had a message for the universe,